Достар, сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қызанақтың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қызанақ бұл томат, помидор. Бұл оңтүстік Америкада таралған, және оның 3 түрі бар. Қазақстанда қазір 1 түрі. Қызанақ барлық жерде өсіріледі. Бұның жапырағы қауырсын тәрізді, гүлінің түсі сары, жемісі 2 не көп ұялы жидек, пішіні әр түрлі. Салмағы 25-500 граммға дейін, кейде 800-900 граммға дейін жетеді. Қызыл, сарғыш жемісінің құрамында 4-5% құрғақ зат, органикалық қышқыл, минералдық тұздар, С витаминдер бар. Жемісін тамаққа пайдаланады, тұздайды, шырын алады. Қызанақ жылу сүйгіш және құрғақшылыққа төзімді. Өсуіне қолайлы температура 20-25 градус температурада болуы қажет. Қызанақтың құрамында адам организміне пайдасы мол В1, В2, В5, В6 дәрумендері бар. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Сондай-ақ қызанақ иммунитетті көтереді. Қызанақты жүрек қан тамыр аурулары кезінде жеген пайдалы. Өйткені қызанақтың сорттарынан ғалымдар 24 пайдалы химиялық элемент тапқан. Онда темір, мыс, калий тұздары көп. Бұлар жүректің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Ағзадағы артық сұйықтықтарды, зиянды қалдықтардың жұмысын жақсартады. Сондай-ақ қызанақтан томатты жасауға болады. Күнделікті тамаққа қосуға пайдалануға болады.